Баршаңызға сәлем достар, сіздермен дәруменге өте бай, пайдалы, иммунитетті көтеретін, оңай салатын рецептімен бөлісемін. Ең алдымен суға қайнатып пісірілген қызылшамызды видеода көрсетілгендей 4 бұрыштылап, кішіректеп, кубиктап тураймыз. Келесі алманы да тура қызылша сияқты 4 бұрыштылап турап ыдысымызға саламыз. Бұл салатқа мен грек жаңғақтарын қостым. Қоспасаңыздар да болады, қоссаңыздар дәмі ерекше болады. Оны да кішкене орталарынан бөліп, кішірейтіп үстінен қостым. Үстінен майонез, дәміне қарай тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Міне біздің салаттарымыз дайын, өте дәмді болып шығады. 3 заттан тұрады, тез жасалады. Жасап көріңіздер. Видеоны лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын, көп рахмет сіздерге.